картошкалары әбден ауырған и уродливый болып шыққан. Картоптың бағасы аспандап тұрғаны өтірік емес. Қайырлы күн, құрметті Сертинформ каналының оқырмандары. Бүгін біз Жуалы ауданындағы егіс басындамыз. Жалпы шаруалардың бүгінгі жағдай қандай? Мынау жауынға тигізбей, диқандар өз өнімін жинап алу үшін барын салуда. Десек те бүгін ауа райы қолайсыз болып тұр. Соған қарамастан жұмыс қызу жүріп жатыр. Бүгінгі біздің келіп отырғанымыз Түктібай ауылындағы біздің ағамыз. Қарағандыдан келген сорттар өзі. Жалпы сіздер күткеннен көктемде сіздер осы егіс алқабында жоспарладыңыздар ғой, біз қанша тонна ектік, қанша тонна аламыз деген ол басында жоспар болады. Сол жоспар қаншалықты орындалды? Содан кейін бағасы былтырғымен салыстырғанда қандай болып жатыр? Жоспар өнімі сол жоспарға сәйкес келіп тұр, бағасы енді екесе жоғары болып тұр былтырғыдан. Биыл баға жақсы әйтеуір. Жуалда жалпы биыл неше гектар картошка егілді? Жуалыны білмеймін, бізде наоборот былтырғыдан екесе көп егілді. Өйткені былтырғы арзаншылық баға, соның бәрі не қылды да, ұрығымыз көп болып кетті былтырғыдан. Соныз бұйт жоқ болды да, амал жоқ ектік. Содан кейін сіздерде қазір алымсақтар осы егістіктің басын алып кетіп жатыр ма, әлде сіздер оны қоймаға сақтап қыстың күні сатасыздар ма? Жоқ, алымсақ бәрін полядан алып кетіп жатыр. Оны қоймаға сақтаудың не рентабельна бізге. Қазір қоймаға апарасың, оның бәрі расход, өзіндік расходы бар, несі бар, қымбатшылық қайланып кетеді бізге. Бізге ең дұрыс осы полядан жіберген. Осы рас па? Мынау Ресейден келген картошканы Павлодарныкі деп сатылатыны? Ол жағын енді Ресейден келгенде Ресейдің өзінде картошка жоқ биыл, аз болып жатыр. Олар Белоруссиядан алып жатыр, біз білетін бойынша. Қырғызстанда да жоқ. Павлодар мен Қарағанды ол биылдыққа обычно урожайлары жақсы еді, 60-50 тонна еді. А биылдыққа жауын шашын маңындай болып, наводнение болған, картошкалары әбден ауырған и уродливый болып шыққан. Содан кейін Жуалыда биыл спрос қатты болып жатыр. Бізде мына калибрді көріп жатсыздар, жақсы урожай, жақсы өнім беріп жатыр. Біздіңкі сұранысы жақсы болып тұр. А Павлодарда, Қарағандыда тоже балалар егеді, солардың айтуы бойынша урод көп та, картошканың уроды көп. Содан кейін сол мәселемен не болып тұр ғой, баға қымбат болып тұр ғой. Былтырғыдан салыстырмалы түрде қаншаға баға жоғары болып тұр? Енді былтыр біз полядан 80 теңгеден жіберетінбіз, ақыр аяғында 70 болды. А биыл наоборот күнде-күнде өсіп жатыр. 100-ден бастадық, қазір 120-130 болып жатыр полян басында. Осы кәсіппен жүргеннен кейін салыстырмалы түрде Жуалыда биыл картоп егілу деңгейі қандай? Жоғары ма, төмен ба? Диқандардың жалпы шаруалардың жағдайы қандай? Енді егілу былтыр просто баға төмен болғаннан кейін көбісі жаңадан бастап, алдыңғы жылы баға қымбат болды да, елдер соған қызығып картошка екті, енді полялары бар, диқаншылық жасаймыз деп. Сонымен болмай қалды, урожай жақсы болғаннан баға болмады. Бәріміз еге береміз, қанша жыл болса да, кәсіп осы ғой. Биыл қымбат, ол өзі диқаншылық солай бір 4 жылда сен именно диқаншылықты бастайтын болсаң 4 жылға дайын болу керек. 3 жыл минус, сон 4-ші жыл бәрін ақтап шығады да, сондай да. Қаншалықты бұл біздің базардағы нарықты қамтитын алдағы уақытта белгісіз, бірақ дәл қазір картоптың бағасы аспандап тұрғаны өтірік емес.